Сіздерге қазір жаттығу болады. Қағаз қалам алыңыз да, болмаса телефонға өмірде кездескен бір сәтсіздік. Өмірде қандай бір сәтсіздіктер болды. Соны жазып қойыңызшы еске алып. Әдетте сәтсіздік болған кезде мынандай болады. Сәтсіздік. Бір жағдай дейік, бір жағдайды еске алыңызшы, бір жағдай. Кәсібімізбен, денсаулығымызбен бір сәтсіздік болып қалды. Мәшинеңіз ота алмай бұзылып қалды. Сол кезде не болады сәтсіздіктен кейін? Сенімсіздік келеді. Солай ғой. Сәтсіздіктен кейін сенімсіздік келеді. Міндетті түрде де өзіңізге деген бір жаман үрей келеді, жаман ой келеді де. Көңіл күйіңіз түседі. Ет пен сүйектен жаратылған адамсыз ғой. Соның кейін не болады? Салдары салыңыз суға кетеді. Кез келген сәтсіздікке ұрынғанда ет пен сүйектен жаралған адам сәтсіздіктен кейін сенімсіздік туады. Осым дұрыс па, бола ма, болмай ма деген сияқты да. Соның кейін салдарында салы суға кетеді. Бірсі, екісі, үшсі. Осы кезде не істеу керек? Тоқта деу керек. Тоқта деп істейміз. Төртіншісі салғыласамыз. Өйткені мына жерде біздің бейсанамыз неге салдары суға кетеді? Мына жерде біздің бейсана бізге сыбырлай бастайды. Қоя қой, енді болмайды, бұдан ештеңе шықпайды, болашақ жоқ деген сияқты бейсана сізге сыбырлай бастайды. Сізге бір тоқта деп айта бастайды. Да? Сол кезде сол бейсанамен салғыласу керек. Салғыласу. Бейсанаңыз сіздің прокурор, санаңыз адвокат болады. Адвокат. Салғыласасыз, содан бесіншісі серпілесіз. Серпілу. Міне, бесісі технологиясы. Ешқай жерден таппайсыздар. Автор Ахметбек Нұрсила. Сондықтан бәрілеріңіз жазып отырыңыздар да. Енді болса, егер екі адам отырсаңыз, біреуіңіз прокурор болады, біреуіңіз прокурор боласыздар да, өзіңіз адвокат болады. Қасыңыздағы адам прокурор болсын. Айталық, немене болды, сіз бір кәсіппен айналыспақшы болдыңыз, банкрот болдық. Мысалы, ақша салдыңыз, түкке шықпай қалды. Жарнама жібердіңіз, клиент келмей қойды. Енді сіздің бейсанаңыз не деп айтады? Болды, жинақ қой, қоя қой, бұдан ештеңе шықпайды дейді. Сіз айтасыз, жоқ, шығуы мүмкін, бүйтем дейді. Шықса шықпай ма? Сенің қолыңнан келмей, сенің қаныңда жоқ дейді прокурор. Құттыңыз ба? Екі адам бірімен бірі салғыласады. Енді дауда жеңіске жетудің, осы дауда жеңісудің 4 жолы бар. Біреуі, біріншісі, дәлел табыңыз. Әдетте дауласатын адам түймедейді түйедей қылады да. Ол асыра айтады. Дәлел тауып алыңыз да. Соңын екіншісі, оның неге ондай болғанын да бір себептерін тауып алыңыз да, альтернатива. Қандай басқа себептер болды? Альтернатива. Үшінші, басқа себептері. Дәл осылай болғаны менің бір нашарлығымнан, менің топастығымнан, менің жалқаулығымнан, менің қабілетсіздігімнен емес, тағы да бір себептері болды деп себеп тауып алыңыз да. Соңын қорытындылаңыз. Ода тұрған ештеңе жоқ. Осының соңынан мен өліп қалмаймын, өліп қалмасам, не нәрсе мені өлтірмей, сонымен шыңдайды. Қорытындылаңыз. Соның кейін пайдасын анықтаңыз. Пайдасын анықтау деген сөз, дәл қазір уайымдап отырған қаншалықты пайдалы маған, қаншалықты дұрыс. Қазір уайымдап өзім жегідей жей бергеннің несі дұрыс деген сөз айтасыз. Дәлелдерді қалай келтіру керек? Айыптаудың қат екенін көрсетіңіз. Өте асыра сілтеп жатқанын, түймедей түйе түйіп жатқанын, бұл өте бір өліп қалатын нәрсе емес екенін дәлел тауып алыңыз. Дәлел. Пессимистер көп жағдайда түймедей түйеде қалады. Өзіңізге сол осынан құтылудың жолы бар деген ұстанымды дәлелдеу үшін сұрақ қойыңыз да. Көптеген адамдар маған, Ахметбек аға, қазақты ойласаңыз, неге сабақтарыңызды тегін бермейсіз? Курсқа қатынасуға ақшам жоқ деп жатады. Осы секілді мыңдаған пікірлерден кейін 12 күндік психологиялық өзгергім келеді атты тегін челлендж бастадық. Қатынасу үшін төмендегі сілтемені басыңыз. Сені де нашар алған бар шығар. Мысалы, бір жерге барғанда баға нашар алып қалсаң, нашар баға алып қалсаң да, емтиханнан. Сені де нашар баға алғандар шығар. Тексеріп көрдіңіз.
бір жерге барып артық тамақ ішіп қойдыңыз диетада жүріп. Бұл да артық тамақ ішкенде сонша артық емес шығар. Сіз енді сондай тажал емес шығарсыз да. Содан кейін екіншісі альтернатива табу, альтернатива балама нәрсені табу да. Сіздің басыңыздан өткен оқиғалардың бір емес, бірнеше себебі болады. Жаңағының болғанның бір емес, бірнеше себебі бар да. Мысалы, сіздің жазған офистарыңызға тапсырыс келмеді, бір жарнама жібердіңіз, офер деген жарнама. Тапсырыс келмеді. Жаңағы берген ақшасы Жәнібектің қайтпай қалды. Неше түрлі жағдай болады. Біреу интернетте қателік болды, бірде поставщик болды, мына коронавирусқа байланысты банк істемей қалды. Түрлі оның себептері бар да. Енді әдетте өткен сәтсіздіктерді пессимистер қалай түсіндіреді? Пессимистер айтады, бұл тұрақты дейді. Уақыт, бірінші уақыт. Тұрақты болды ме, енді бұдан бас көтеру қиын, бұдан шығу дейді. Екіншісі, әмбебап деп түсіндіреді. Енді бұл мынадан болмады ме, енді денсаулығымда да проблема болады, үйде де проблема болады. Бұл жамандық жалғыз келмейді деп түсіндіреді пессимистер. Және де айтады, өзі кінәлі деп санайды. Ал пессимист керісінше, бұл тұрақсыз, бұл сәтсіздік кездейсоқ дейді. Бұл тұрақсыз дейді. Бұл ертең жақсы болады. Екіншісі, бұл жерде сәтсіз болса, келесі нәрсем сәтті болады дейді. Бұда болмаса, келесі бизнес сәтті болады, басқа бірдеңке сәтті болады дейді. Мен кінәлі емеспін дейді. Бұған жағдай кінәлі, басқа адамдар кінәлі. Сондықтан сіз оптимист болу үшін мынаған керес. Мына пессимистер оптимист керісінше түсіндіреді. Жақсы ма? Сондықтан болған оқиғаға байланысты бірнеше себепті анықтаңыз. Оның ішінен өзгерте алатынын, нені өзгертуге болады, соған назар аударыңыз. Дайындыққа уақыт жеткізгісі болды, осы сынақ қиын болды, осы жолға қателесіп қалдым, осы жолдан адамдар алаяқ болды, бұл үнемі болады деген емес, бұл кездейсоқ болды деген да. Ұстаз маған әділ қоймады деген сияқты. Мақсатыңыз бірнеше басқа себептер ойлау арқылы үрейлі себептерді ойлау әдетінен құтылу. Қысқаша айтқанда, сеніміңізге селкеу түсірмеңіз. Ешқашан сеніміңізге селкеу түсірмеңіз. Өзіңе сен, өзіңді алып шығар, ақылың мен қайратың екі жақтап дейді. Абай атамыз. Кім боласың, қандай өмір сүресің, ол өзіңнің үлесің дейді. Мықты болсаң ғана жақсы өмір сүресің. Жақсылық көрсем өзімнен, жамандық көрсем өзімнен дейді Сұлтанмахмұт Торайғыров. Құдай қылды дегенді шығарамын сөзімнен, өзім болдым дегенді таса қылман көзімнен дейді. Сондықтан өзім болдым, мен кереметпін, менің қолымнан келеді, мен мықтымын, мен кереметпін, мен таланттымын. Осы сөзді өзіңізге үнемі айту керек. Сол кезде ғана сіз оптимист болып шығасыз. Қорытынды қалай жасайсыз? Сонымен біріншісі дәлел тауып алдыңыз, доказательство. Екіншісі қорытынды жасадыңыз. Екіншісі сіз альтернатива, сәтсіздік болғанының сіздің кінәңізден емес, басқа бір себептері бар екенін тауып алдыңыз. Үшіншісі қорытынды жасайсыз. Дәлелдер әрдайым сізді қолдамауы мүмкін. Шынымен жаман жағдай, қиын жағдай болуы мүмкін да, олай болса нәтижесін жұмсарту керек. Бір мүлде жұмсартуға тырысыңыз да. Тіпті бұл шынайы болса да, ода тұрған не бар? Жарайды, 1,5 миллион теңге жоғалттым, мен басқа бизнесім бар ғой. Зато мен тәжірибе жинадым. Осыдан мені ешкім атып тастамайды, ешкім түрмеге отырғызып тастамайды да. Диетаны бұздым енді, болды енді, бітті, семіріп кеттім деген сөз емес қой. Қаншалықты ақиқат деген сұрақ қойыңыз. Енді бұл бір жарнамаға, рекламаға клиент келмей қалса, сенен кәсіпкер шықпайды деген сөз емес қой. Ондай әңгіме емес қой да. Дауласуды жалғастырамыз. Соң кейін айтыңыз, осының соңы шынымен де мен ойында шынайы ма деп сұраған соң, дәлелдерді өзіңізді ақтап алатын, дәлелді адвокат болыңыз, дәлелді жалғастыра беріңіз да. Енді төртіншісі пайдасы қобалжу орынсыз, уместность. Неуместно, орынсыз қобалжу дегенде. Кейде сол осыған сенімге беріліп алып, ойамдай берсеңіз, соның кеселінен де артық болуы мүмкін да. Сеніміңіз зиян емес па? Ай, осы бір пәле болды, осы түзелмейді деген осы сізге зиян емес па? Зиян болса, оны құтылуға тырысыңыз да. Қомағай екеніңіз, шынымен сіз қомағай болсаңыз да, ол болмасын, ол зиянды. Қомағай болсаңыз да, болмасаңыз да зиянды. Қомағай болсаңыз, енді мен қомағай екенмін деген сезімге белгілеп алсаңыз, сіз ешқашан артық салмақтан ажырата алмайсыз. Түбі оны жеңіп шығуға болады. Жалқау екен деген сенімге кіріп алсаңыз, түбі сіз жалқаулықтан құтыла алмайсыз. Жалқау болсаңыз да, мойындамаңыз. Ешқашан мойындамаңыз. Сонымен дауласуда керек тәсілдер. Ең алдымен дәлел,
оның дұрыс емес екенін артық айтып тұрғанын дәлел тауып алыңыз, балама тауып алыңыз. Бұл сәтсіздіктің басқа бір себептері бар. Мынандай себептері болды деген балама тауып алыңыз. Содан кейін бұл сондай кісі өлетіндей, сондай салым суға кететіндей, сондай қайғыратындай ештеңе тұрған жоқ. Не нәрсе бізді өлтірмейді, сол бізді шынықтырады. Бұдан ешқандай қорытындысын айтыңыз. Содан кейін айтыңыз, бұл қиялдай жылай бергенін орынды ма, орынсыз ба? Орынсыз. Орынсыз деп айтасыз да. Тағы да бір рет көрсетемін. Өйткені осы уақытқа дейін маған сеніңіздер, жүздеген кітап оқыдым, жүздеген документальный фильмдер көрдім, 10 шақты тренингке қатынастым. Соның ішіндегі ең керемет технология осы. Сонымен сәтсіздік болады, сәтсіздіктен сенімсіздік келеді, сенімсіздіктің салдары салың суға кетеді. Осы кезде не істеу керек? Не істеу керек? Не істеу керек? Салғыласу керек, дауласу керек, тоқтатып. Соңғы серпілесіз. Окей? Көптеген адамдар маған, Ахметбек аға, қазақты ойласаңыз, неге сабақтарыңызды тегін бермейсіз? Курсқа қатынасуға ақшам жоқ деп жатады. Осы секілді мыңдаған пікірлерден кейін 12 күндік психологиялық өзгергім келеді атты тегін челлендж бастадық. Қатынасу үшін төмендегі сілтемені басыңыз.